Сәлем достар, қалайсыңдар? В общем, достар, мен өткен бөлімдерде айтқан болатынмын, осы үйді өзім соғып бітіргеннен кейін ішін бірге істейміз деп айтқан болатынмын, және де сол айтқанды орындап, бәрін бірге істейтін боламыз. Кеттік достар, бастайық видеоны. Так, в общем, достар, бірінші біз әйнектерді қойып шығайық, кейіннен заттарды қоюды бастаймыз. Мен бұл үйді тура баяғы дизайнмен соқтым. Баяғы дегенде, кәдімгі обычный дизайнмен екі жаққа бұрылған. Так, мына жақта терезелер бар, қойып тасты. Жақта да бар. Бұл жақта да бар екен. Ал мына жақта. В общем, достар, бұл короче жататын бөлме, спальный, анау деген сияқты. Так, стеклоларды қойдық. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздерші, өтініш. Тағы қандай нелер түсірейін, достар, жазып кетіңдер. В общем, достар, енді ас бөлмесіне келейік. Бірінші коптильнаны былай қояйық. Екі сундук. Так. Бір печка негізі дұрыс қоймадым. Жоқ. Короче, онда бүйтіп қоямыз да. Коптильняны алып, коптильняны мына жерге қоямыз да. И, короче, бір костерді мына жаққа қойып, екі ағаш екі шеттен қоямыз да. Ал мына жақта коптильняның төбесінен типа түтін шығаратын қоямыз. Ал печкада ол болмайды. Болмайды деген негізі болады, бірақ өзім қоймаймын, достар. Так, енді костерді мен мына жаққа қойсам болады. Міне түтін үшін жиналатын, сақталатын жер. Достар, бұл тек қана выживание, да мен көріп тұрғандарыңыздай өмір сүріп жатырмын. В общем, достар, мен короче осы үйді бітіруге аз қалған кезде тасым бітіп, и короче өзім қазып жүрдім. Сол кезде бір ғана изумруд тауып алдым, достар. Ешқандай да сатушымен обменять еткен жоқпын. Соны айта кетейін. Ал мына үйге кішкене тамақ тастап кетейік. Ойбай. Не болды? Кішкене тамақ. Угілдарды үйде тастап кетіппін. Так что міне болды. Так, енді сырттан. В общем, достар, өздеріңіз түсінген сияқтысыздар. Бірақ так. Бұмен тоқтамаймыз. Қазір сіздерге енді спальный жасайтын боламыз. В общем, достар, мен сары гүл теріп келе жатырмын. И, короче, сары кровать жасап, арғы үйге қоятын боламыз. Так, в общем, достар, мен керекті заттарды алып, енді мына үйге қарай жылжып жатырмын, достар. В общем, мына үйге жақындап қалдық. И, короче, спальный бағана айтқанда екінші этажда болады, достар. И, короче, бұяққа біз заттар қойып тастаймыз. Короче, терезе мына не жақта болсын, есік жақта болмай қойсын. И, короче, мына жерге біз жоқ. Бұл жаққа емес, сәл көтеріп, басқасы жоқ па бұдан? Бұл осы да тұра берсін. Ал мына жақта бүйтіп екі несі тұрады. Болды, міне, достар. Үйді сәндеп анау-мынау істеп қойдық. Тағы да басқа заттар тауып жатсақ қоса жатармыз. Достар, осымен видео аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, өтініш. Ал сау болыңдар, достар. Келесі кездескенше амандықта болайық.